Бүгінгі таңда Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің жұмыс өткізу барысында жедел профилактикалық жұмыстар, жедел іздестіру жұмыстар, арнайы іздестіру жұмыстарының барысында қылмыстардың саны төмендеу бізде 15,2%-ға төмендеп тұр. Бүгінгі таңда 23 жылдың 3 айында облыс аумағымызда 1206 қылмыс тіркеліп тұр. Былтыр осы уақытта 1423 қылмыс тіркелген. Қылмыстардың категорияларына жүгінсек, ауыр қылмыстардың саны 284 қылмыс тіркелген. Былтыр осы уақытта 291 қылмыс тіркелген. Яғни 2,4%-ға төмендеу. Және көшеде жасалатын қылмыстарға жүгінсек, ол деген тонаулардың саны биыл 20 факт тіркелді, былтыр 41 факт тіркелген. 51,2%-ға төмендеп тұр. Ол бізде өткізілген профилактика жұмыстарын және жедел іздестіру, арнайы іздестіру жұмыстарының барысында келген нәтижеміз. Жалпы қылмыстық ахуал біздің Батыс Қазақстан облысында тұрақты. Ондай ашылмай тұрған негізі бүгінгі таңда мына 3 ай бойында аса ауыр және общественный резонанс бар қылмыстардың, ашылмай тұрған қылмыстар бізде тіркелмеген 3 ай бойында.